Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет тауық етінен жасалған котлеттер жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен котлеттерді дайындау үшін біз тауық етін, менде төс еті, соны алып пиязбен және де бір чеснокпен жақсылап тұрып блендерден өткізіп фаршқа айналдырып аламыз. Кейін дайын болған фаршымызға тұз, бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін осы массамызға бір жұмыртқамызды қосып жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Және де бір-екі ас қасық ұнымызды да қосып жақсылап араластырып аласыздар. Кейін дайын болған массаны біз банканың осындай крышкасы қақпағын аласыздар да осылай салфан кигізіп, ішіне массамызды салып шығамыз. Яғни формасын жасап, осылай формалап алғаннан кейін қызып тұрған майда екі жағынан қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Бір жағын қуырып екінші жағына аударған кезде котлеттерімізді 2-3 минутқа бетін жауып қоясыздар пісуі үшін. Осындай өте керемет, өте дәмді котлеттеріміз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.